арбамен қозғалатын адамдар. Арба креслосы бұл адамның жеке кеңістігі, сондықтан ешқандай жағдайда оған сүйінбеңіз және оған рұқсат алмай итермеңіз. Мүгедектер арбасы оны пайдаланатын адамның қол тигізбейтін кеңістігінің бөлігі. Адамның келісімінсіз көмек көрсету мүмкін емес. Алдымен оны көрсету керек пе деп сұрау керек. Егер сіздің көмек туралы ұсынысыңыз қабылданса, не істеу керектігін және қалай жасау керектігін нақтылаңыз. Содан кейін ұсыныстарды нақты орындаңыз. Егер сізге арбаны жылжытуға рұқсат етілсе, қозғалысты баяу бастағаныңыз жөн. Арбадағы адамның арқасынан немесе иығынан қақпаңыз. Бұл ауырсынуды тудыруы мүмкін. Арбада отырған адаммен әңгімелесу кезінде оның басын артқа шалқайтуға тура келетін жағдайдан аулақ болыңыз. Сіз адаммен сөйлесетін кезде мүмкіндігінше өзіңізді және көзіңізді оның көздерімен бірдей деңгейде ұстасаңыз, әңгімеңіз оңайырақ болады. Арбадағы адамды алға қарай өткізіп жібергенде әрқашан өтіңіз, бірақ ешбір жағдайда жүр демеңіз. Сөзді қорыңыздан мүгедек немесе арбаға таңылған сөздерін бір жолаға алып тастаңыз.